эстетикалық историялық қалай жасаймыз? Ең бірінші текстқа кіреміз, ең соңғы шрифтті басамыз және өзімізде қалаған размерді қойып аламыз. Одан кейін пробел қоямыз. Барлығын осы ең соңғы шрифт арқылы жасайтын боламыз. Қалай ары қарай жасауы тура видео көрсетілген. Тура осы видеода да көріп үйреніп алсаңыздар болады. Барлығын ең соңғы шрифтпен жасаймыз.